Жетісу облысында тағы бір туристік орталық ашылады. Алғашқысы былтыр Алтын Емел ұлттық паркінде салынса, екіншісі Жоңғар Алатауы паркының кіреберіс қақпасы іспетті болады. Сарқан ауданы Тополевка ауылындағы нысан Сиверс алмасының гүлдеуіне келетін туристерге жан-жақты қызмет көрсетеді. Шекаралық аймақты дамыту аясындағы жоба жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыруға ықпал етпек. Тополевка тұрғыны Татьяна Банова мектепте ұстаздық етеді. Сонымен қатар көктемнен қара күзге дейін сүт, май, құрт, ірімшік жасап сатады. Оның өнімдерін көбіне ауылға келген туристер алады. Жаңа орталық қосымша табысымызды арттыруға сеп болады, дейді еңбекқор жан. Я думаю, это даст нам перспективу. Менің ойымша туристік орталық бізге өнімімізді өткізуге мол мүмкіндік береді. Тұрғындар омарташылық және мал шаруашылығынан басқа салаларды да дамытатын болады. Ауылымыз көркейе түседі деп сенеміз. Қазір көбінесе жастардың бәрі қалаға шығып отыр. Если мына визит-центр салынатын болса, уже жұмыс болады. Уже бәрі, получается, бәрі осында жұмысқа орналасады. Жетісу Алатауының етегіндегі аядай ауылға былтыр 2000-нан аса турист келді. Алманың түп атасы Сиверстің гүлденуін, табиғат сұлулығын тамашалаған олар көрші ауданға барып тұрақтаған. Себебі елді мекенде қонақ үй жоқ. Аталмыш жоба осы олқылықтың орнын толтырады. Әрі тынығушыларға ұлттық парктың 7 бағыты бойынша саяхаттауға мүмкіндік береді. Жасылкөл туристік маршрут арқылы сол Тополевка арқылы өтуге болады. Одан кейін ғылыми танымдылық туристік маршруты, одан кейін мына Шумский мұздығы дейміз 4426 метр биіктікте орналасқан сол маршруттарға баруға болады. Шекаралық ауылда былтыр 3 қабатты жаңа білім ордасы тұрғызылды. Бұрынғы мектепті енді туристік орталық ету көзделіп отыр. Ол үшін жергілікті билік ескі ғимаратты күрделі жөндеуден өткізбек. Бірінші ғимарат қонақ үй ғимараты 442 шаршы метр, екінші ғимарат әкімшілік ғимараты ол 217 шаршы метр. Жаңа үшінші ғимарат ол жерде жаңағы біздің конференция залымыз, музейный бір кабинет ашпақшымыз. Тополевка ауылының негізгі көшесіне биыл алғаш рет асфальт төселеді. Ал Аманбөктерге ауылдық клуб мектеп тұрғызылады. Аймақта туризм дамыту үшін Жетісудың жақытына баланған Жасылкөл мен Бұрханбұлақ сарқырамасына барар жолдың сапасын жақсарту жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.